Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, Украина мен Ресейдің арасындағы соғысқа байланысты өткен жол білесіздер, Ақ үйге барған кезде Зеленский Ақ үйдің есігін тарс жауып шығып кеткен болатын. Міне осы оқиғадан кейін Америка құрама штаттары Украинаға берілетін көмектің тоқтатылатыны туралы мәлімдеген болатын. Және Зеленский Ақ үйге қайтып оралмады. Енді қараңыздар, Украина мен Америка құрама штаттарының өкілдері Сауд Арабиясының Джидда қаласында кездескен болатын. Осы кездесу кезінде бір айға шамамен, яғни 30 күнге атысты тоқтату туралы келісімге Украина келісті. Енді осынау келісімге Путиннің келіскені күтілуде. Және осыған байланысты Трамп мәлімдеме жасады. Енді Америка мен Ресейдің арасында үлкен келіссөздер басталады. Осы наурыз айында. Бұл келіссөздің кезінде соғысты тоқтату, соғыстан кейінгі территорияға байланысты және Ресей мен Украинаның арасындағы келісім қаралатын болады. Зеленскийдің осы кезге дейін айтып келген мәлімдемелерін жақсы білесіздер. Бұл бітім келіссөз уақытша емес, тұрақты бейбітшілікті қамтамасыз ету керек, және Украинаның алдағы уақыттары қауіпсіздігіне кепілдік беру керек. Яғни Путин бітім жасасып, артынша күш жинап алғаннан кейін, шамалы уақыттан кейін қайтадан бір нәрсені, бір қитұрқылықтарға бармау керек деп отыр. Расында да Зеленский соғыстың қайнаған ортасында жүрген адам, Путиннің қырғайласын жақсы да біледі. Әлем елдеріне қарағанда Зеленский қазір Путинді жақсы біліп қалды. Және тағы бір мынадай мәселе бар. Егер екі тарап келіссөз үстеліне отыратын болса, онда осы кезге дейін басып алған территориялардың мәселесі қандай болмақ? Ресей билігі өзі жаулап алған Украинаның жерлерін қайтарып бере ма? Қырым және мына жақтағы Луганск, Донецк сияқты неше түрлі аймақтарды Украина билігіне бере ма? Және бұл мәселе қандай нәтижемен аяқталуы мүмкін? Украина бұған келісе ма? Ал егер қайтарып бермейтін болса ше, Украинаға жерлерді қайтарып бермейтін болса, бұл келіссөздің нәтижелі аяқталуы екіталай дейді сарапшылар. Өйткені Зеленскийдің осы кезге дейін айтып келе жатқан сөздерін білесіздер, бізге бұрынғы шекарамызды қайтарып беріңдер деп отыр. Алайда қаншама адамның өлімімен келген территорияларды Путин қайтарып беруді екіталай. Ал егер екі тарап келіспейтін болса, Американың арағайындық жасағанымен мәселе шешіле қою екіталай. Сондықтан бұл жерде екі тарапта белгілі бір келісімге келу керек. Бірақ шындап келгенде Кремльдің осы кезге дейін жаулап алған территориялардан бірден бас тарта салу ниеті жоқ. Өйткені осы кезге дейін Путин мәлімдеме жасаған болатын. Америкалық тарап мен кездесуге қашанда дайынмын, бірақ олар ақылға қонымды ұсыныс айтсын деп отыр. Ақылға қонымды ұсынысы сол осы кезге дейінгі жаулап алған жерлер туралы объективті ұсыныс айтсын деп отыр. Ал Зеленскийдің алғысы келіп отырғаны бұл осы кезге дейін Ресей әскері жаулап алған территорияны қайтарып беріңдер деп отыр. Сондықтан бұл әрине келіссөз болуы мүмкін, бірақ бұл келіссөздің қалай аяқталатыны тіпті Трамптың да ойына кіріп шықпауы мүмкін. Себебі Зеленский, білесіздер, осы кезге дейін Американың нұсқауына көнбей Ақ үйдің есігін тарс жауып шығып кеткен адам, мінезі көрсетіп. Бұл жолы келіссөздің қалай аяқталатыны белгісіз. Өткен Трамп тағы мәлімдеме жасады. Өткен жолы Зеленскиймен айқай болғаннан кейін Зеленскийді қайтадан Ақ үйде күтемін деді. Алайда келіссөз тағы да неге барып тіреледі, тығырыққа барып тіреліп, тағы да айқаймен біте ма, ол жағы әзірге белгісіз.